Сіз өзіңіз таныстырып өтіңізші? Мен қоғам даму басқармасынан. Нұрхат. Қоғам даму басқармасы? Нұрхат та есіміз. Ситуацияны примерно айтып шығайын. Мен табиғат ресурс басқармасынан су ресурстары бөлімінен. Аты жөніңіз? Ахметов Мейрамбек әдіскер. Қызметіңіз қандай? Әдіскер. Әдіскер? Біз негізі әкімге келген болатынбыз, бірақ сізде жауапты, осы салаға жауапты деп сізді жұмсады. Соған біздің қазір қоятын сұрақтарымызды сол кісіге жеткізсеңіз деп, сондаймен қазір... Мен қолымнан мүмкіндік келгенше жауап тұрсам. Біз қазіргі таңда мына Дарияның несін бәрі естіді ғой, Жалағаштан жаңағы су жырып кетті деген, бұрынғы Қазалыда ауылды жырып кеткені бар. Енді бұл тек қана жаңа жолды жырды деп қарамаймыз. Біздің ұстанымыз ол жерді жырғанға дейінгі ол жерден су қаншама ысырап болып кетті. Одан кейін ол жеке жай шаруа тұрғындарға қандай залал келтірді, ауыл шаруашылығына қалай залал келтірді. Яғни су болмас, бізде жаз бойына су болмайды. Осы кезде именно осы наурыздың кезінде тасиды. Сол кезде судың бәрі далаға кетеді. Содан кейін суды таппай қаламыз. Сол төңіректе біздің несіне жаңағыдай зардап шегетін осы ауыл шаруашылығымыз, ол түптің түбінде келгенде біздің экономикамызға тағы да өзінің зардаптарын алып келеді. Сондықтан енді сұрақ, бізде осы Дарияны тасудан алдын алу сол бағытта қандай жоспар бар, 2022-де қандай бюджет бөлінген, және 23-ке қандай бюджет бөлінген, және оны қазір орындалу барысы қандай. Осы бірінші сұрақ. Мысалға жырған жерлерге сосын не қойылама, жаңағыдай су өтетін өткелдер қойылама. Мысалға сол жер қауіпті аймақ болғаннан кейін сол жер қойып кете ме, әлде келесі жылы тағы қалса тағы да жол жырып кете ме, құлап қала ма? Осы сондайлар жоспарға енгізіледі ме? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, осыған жауапты мына Дарияның осы тасуына, оның я болмаса жаздыгүні азайып кетуіне қарайтын осы жердегі құзыретті органдар, жаңағы табиғи не дедіңіз, ресурстар басқармасы, тағы да осындай органдардың функциясы қандай? Сол егерде біз жылда қайталанып келетін тасқынды соны басқара алмайтын болсақ, бұл енді жылда қайталанып Түркиядағыдай бір-ақ рет, 45 жылда бір рет болатын не емес, бір кенеттен келген нәрсеміз. Оның өзінде жаңағы неше 200-300 адам соттайын деп жатыр соған қатысты. Бізде жылда адам жаңағыдай болып тұратын нәрсе, осы құбылыс. Жылда осы наурыздың пәленшесін кейін білеміз, бірақ соның өзінде жырып кете береді жылда. Сондықтан осы мекемелердің несі функциясы не? Олар функциясын егер атқармайтын болса, бізге сол органдардың бәрін керегі қандай? Тек қана несімен зардабымен күресе берейік. Егер де алдын аламайтын болса, бізде әйтпесе жырып кетеді, оны жауып тастады, болды, сонымен ол әкімге жеткізсеңіз. Сіз егер де осы жердің сұрақтардан жауап бере алатын неңіз болса, жауабыңыз болса, онда сізді тыңдап жіберейік. Аз болды Дарияда. Енді ол кей кезде қайталанатын жағдай, бір 11-12 жылда бір қайталанып тұратындай. Биыл енді Молсыл келді ғой, енді Молсыл келді. Қазіргі сол Молсылды қазірдің өзінде біздің облысқа 800 куб су келіп жатыр. Оның мынау біздің Қызылорда университеті торабынан 430-450-дай өтіп жатыр. Оның жартысы жайылымдық жерлерге, көлдерге,
сондай жайылымсыз көлдерге жіберіп жатыр. Қазір осы таңда Қызылорда облысында 70-80 көлдер, жайылымдықтар толығымен суарылып, суландырып, сөйтіп биылғы жағдай бойынша жақсы. Ол сіз айтып отырсыз ғой, ауыл шаруашылығы, ол жайылым суландырғаннан кейін ертең оларға жақсы шабындық, жайылымдық мал жайылуға жақсы мүмкіндік, өйткені шөп көп шығады. Uzun енді су. Енді іс-шараға сәйкес бәрі осы алдына ойлағандай осы не болды ғой енді. Қауіпсіз осының жаңа жалағашын қармашының өнесіне дейін жақсы жүріп келді осы іс-шараның арқасында. Әкімшіліктен төтенше жағдайлардың бәрі осы. Ана өздерінің ақшасын жеп алды. Мына тасытып әдейі көтеріп алды деңгейін. Ана каналдарды ашқан жоқ, көтеріп қойып алды. Сосын бір жерде жырып тастып, соған жаңа ақшаны аударып алғаннан кейін барып жіберді суды деген. Негізі ондай пікірден аулақ болу керек қой, burada енді сөздің шындығы, су саласының мамандары осы анау Тоқтағұл деген Қырғызстанда бар, су қоймасы бар ғой. Содан су түскеннен бастап осы біздің облысқа кіргенше бәрін зерттеп, қанша қалай, қаяққа қанша қылып жатыр, біздің облысқа қанша келеді, болжам жасайды. Ол жаңағы біздің облыстан ол су өтеді ме, өтпейді ме, соның бәрін есептеп, сосын жаңағы жоғарғы ұсыныстар тастайды. Біздің облыстан осындай су көлемі өтпейді. Сосын іс-шара аяқтан шамалы ұстап қалу ма, сондай өнелер енді қатынас хаттар жүреді ғой енді. Осы қазірдің өзінде сол жаңағы Арал-Содыр бассейн деген бар бізде. Осы Қызылорда, Түркістан екі облыстың жаңағы мекемесі бар, осы инспекциясы. Бүкіл суды қай жерде қанша су жаңағы ағып жатыр, қанша есепте, сол бәрі есеп сол кісілерде. Сосын Қазсушар деген мекеме бар, осы су шаруашылығының айналысатын мекеме. Оларды сіздер айтып отырсыз, каналдар жауапты. Каналдардың бәрін ашатын, ашып, жайылымдықтарға баратын жерде сол каналдар арқылы, көлдерге сол каналдар арқылы алып жатыр. Айтып отырмын бізде 70-80% шағындықпен көлдер су толып жатыр. Сол кісілер сол канал арқылы суды жеткізіп жатыр оларға. Осы жаңағы суға қарайтын орган бар ғой? Иә. Тек қана біздің тасуға ғана жауапты ма, әлде жазды күні сол судың толуына да қажетті деңгейде ұстап тұруына да жұмыс жасай ма? Ол кісілер енді жаңағы мысалға еттен егістік басталады. Ол егістікке алдын ала егіс көлемін есептеліп, сол жоғарыдан жаңағы сол егістікке мынандай су керек деп 12-ларда заявка береді. Соған есептеліп, енді оларды болжайды ғой. Бір жыл жаңа айтып отыр, су аз болады, бір жыл су көп болады. Су аз болатын болса, егіс көлемін азайтады. Өйткені жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, проблемалық мәселелер болуы мүмкін. Суға жетпейді деп былтырда болды ғой. Өйткені осыған жаңағы көптеген пікірлер айтқаны, Түркістан облысында көп арналарда лимиттен тыс асырып жібереді дейді, заңсыз суды алып қалады деген дейді. Неден бөлек, су қоймасынан бөлек, егістік алқаптарға кішкене заңсыздау неменен алып қалады дейді. Соны мысалға біздің осы облысқа қарайтын құзырлы орган соларды несіне бақылау жасай ма? Яғни бір сұрау жасап, сол жерлерді бір зерттеліп, зерделеп деген сияқты. Ол енді Түркістан облысын білмеймін, біздің Қызылорда жаңағы егістікке беретін Қазсушар деген мекеме бар, Қызылорда филиалы. Сол кісілер осы егістікке су шаруашылығымен айналысады ғой енді. Су береді. Оларда алдын ала есептейді, қанша каналда қанша гектар егістік бар, қанша су керек оған. Жаңағы соған байланысты есептеп әр каналға, мысалға 500 гектарға мынандай су керек, 1000 гектарға мынандай су керек, соның бәрін есептеп, сол жоспары бар. Қанша каналға қанша су кету керек екен. Сол жоспарға сәйкес ол кісілер сол суды реттеп отырады. Осы сұрақтар бойынша негізі бір дайындалып, бір жауапты бұқаралық ақпараттан бізге берсе. Бізді шақырып, болмаса бір өздеріңіз жаңағыдай неден ашық бір ақпараттарға шықсаңыз. Үшінші сұрағымыз, нақты енді инцидент болды, үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ, инцидент болды, кеше жырып кетті ғой енді. Бұлайынша тасып, деңгей көтерілген, енді ол бір құбылыс болса, анау жырып кетті деген инцидент. Инцидентке қатысты қазір тергеу жүргізіліп жатыр ма, жауапты тұлға анықталды ма, оған қандай тәртіптік жаза ма,
әкімшілік әлде қылмыстық жаза ма, сондай қандай барыс болып отыр, соны біз халық көргісі келеді. Біздің елде халықтың ақшасын жеп шетелге қашып кеткен қаншама азаматтар бар. Бұл мемлекетте бір адам болса да жазасын алу керек шығар. Хотя бы кинода. Бітпейтін тастар, биттейтін бастар. Сен тиіспейтін зат бар, ешкімге айтпа, оставь там это. А где твой план, что все это заработало? Как гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят уже давно. Ментом гиптом архтап жёг, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже, нет.